Монгол атыларының тұяқлары астында дүния ләрзеге келгенде шығыстың ең ұлы қалалары Бұхара, Самархан һәм Үргенч Қарабаханаға айланып, Туран үстінен жаңа уақия hükümdarlıq ете баслады. Өтміштегі ұлылық күнлері астында Монгол империясының ең сырлы һәм қарама-қарсылықлы дүзіліслерінен бірі Шағатай ұлысы қалыптесе баслады. Бұл тек қана Шыңғыс ханның ұлының мүлкі емес, ал монгол низамлары, сондай-ақ ислам дәстүрлері һәм жергілікті халықтың қарсылық рухы араласқан хакимият тәжірибеханасы еді. Бұл жерде аяусыз реформаларда, кескін көтеріліслерде және де қатаң ұлыс тәртіплері де, ғарисыз пікірлеудің дәслепкі бүртікілері де пайда болды. Шағатайдың өзі ұлы жеңімпаз сипатында даңққа ерсуге ұмтылмаған болса да, әсірлер дауымында орайлық Азияның келбетін белгілеп берген мемлекеттік мирасты қалдыра алды деуіміз мүмкін. Бұл дәуір Мауреннахр һәм оның халқының тағдиры шешіріп атырған дәуір хақында. Сондай-ақ өз хакимиятын сақлап қалуға ұрынған, ямаса оған қарсы шығуға әрекет еткен адамлар хақында. Шағатай ұлысының тек қана империя құрамында емес, ал мәдени һәм сияси өзгешелік үшін күрес майданына айланғанынан дерек береді. Сіздің алдыңызда бойсұндыру һәм де қарсылық көрсету аралығындағы тарих пайда болуына даярсыз ба? Олай болса біз баслаймыз. Монголар басқыншылығынан кейін Туранның гүллеп жаснаған диханшылық оазислері бүткіллей қарабаханаларға айланды. Шығыста даңқ кеткен Айемгі һәм Абад қалалар, соның ішінде Бұхара, Самарханд, Үргенч, яғни Гүргенч, Ходжент, Марв, Терміз, Ниса, Балх һәмде Нишапур һәм басқа да қалалар қарабаханаларға айландырылды. Марвтағы қаланы су менен тәминлеуші Султан-Банд және де Балхаб дариясындағы Банды Амир. Самархан қаласын су менен тәминлейтұғын жалғыз бөгет қорғасын навалардың һәммесі Шыңғыс ханның бұйрығы бойынша бұзып тасланады. Соның ішінде Балх һәм оның атрапы 6 ай дауымында су апатшылығын басынан кешірді. Самархандтың тикарғы халқы, бұхаралылардың көпшілігі және де Үргенч һәм Марв сияқлы үлкен қалалардың халқы туылған қалаларын я тәрк етті, яки қырып тасланды. Басқыншылар бірінші рет жоғары мәдениетлі халықтың ілім-пән һәм құрылыс тарауындағы жетіскенліклерін, сондай-ақ жоғары дәрежедегі өнерменшілік, сауда-саттық һәм де суғарма диханшылықты осы өлкеге келіп көрді. Сондай-ақ басқыншылықтан соң шығыста даңқ кеткен зергерлік, құралы жарақ істеп шығару, нәзік кезлемелер тоқу, нағысылы бешпентлер істеп шығару һәм басқалар жоқ болды. Оазислерде сусызлықтан жерлер құрғап, диханшылыққа апат келді. Және де бірнеше әсірлік тарихқа ие болған атақлы сауда жоллары жабылды. Сондай-ақ ілім-пән, мәдениет уәкілдері хорланды, тірі қалған халық болса зұлымлық һәм зорлыққа, ашлық һәм жарлылыққа махкум етілді. Шыңғыс хан тірі уақытында өз ұлларына мүлклерін ұлыс етіп бөліп беруді баслаған еді. 1207 жылақ үлкен ұлы қол астында Селенга дариясынан Иртышқа шегемгі жерлер мүлк етіп берілген еді. Шыңғыс ханның өлімінен алдын басқа ұлларына да түрлі басып алынған жерлерді ұлыс етіп бөліп берді. Осы бөлістіруге муафық Алтай тауларының Қобла шекараларынан Әмудария һәм Синдке шекем болған жерлер Шағатайға мирас мүлкі етіп берілген. Шыңғыс хан тірі уақытында Хорезмлі белгілі саудагер, монголлар қызметінде ұзақ уақыттан берлі жұмыс істеп атырған Махмуд Ялавочты Мауреннахр найыбы етіп тайынлайтұғынын білдірген еді һәм ол тез арада Мауреннахр найыбы етіп тайынланды. Оның қараргахы болса Ходжен қаласында жайласты. Махмуд Ялавач турыдан-туры ұлы қағанға бойсынар еді. Сол себеплі Мауреннахр басқаруы Тикарынан ұлы қаған қолында еді. Шағатайдан болса Тикарынан Жетісу һәм Ел суы дариясы һәуізіне
иелік еткен. Тарихшы Джамал Каршидің жазуына қарағанда Шағатай мүлкінің Тигарға бөлегін құраған аймақ Жетісуда жайласқан һәм ел аларғу деп аталған. Оның Тигарға қаласы Или ойпатындағы алмалық еді. Шағатайдың өз ұлысының тұрмысын жақсылау үшін істеген айрым басламалары белгілі. Мысалы, оның бұйрығыменен шығыс өлкелерді Или ойпатлығыменен байланыстыратұғын үлкен жол құрылады. Жол шығыс Түркістаннан Үрімші, Манас һәм Талки ойпаты арқалы Или ойпатлығына өтеді. Бұл үшін бірқанша жерлерде таслар тасып, тау тоғайынан 48 көпір орнатылады. Бұл көпір өз дәуірі үшін жетерлі дәрежеде кең болып, оның үстінен бір уақыттың өзінде 2 арба өте алатұғын еді. Сондай-ақ алмалық жанында көк тауларына жақын болған аймақта Құяш деген жерде Чағатай Құтлұқ ауылына Тигар салды. Бұл жерде оның жазғы қарарғақы жайласқан еді. Ол қысты Или ойпатындағы Мераузик Ила аймағында өткеретұғын еді. Или уәлаяты Шағатайдың өлімінен кейін де ұлыс хакімиятының орайы болып қалды. Шағатайлылардың әскери қарарғақы Текес ойпатлығында жайласқан һәм Ұлықиев, Ұлы үй деп аталған. Қан шаңырағының ең үлкен спатында әкесі һәм ағасы Жошы қайтыс болғаннан кейін, яғни 1227 жылы Шағатай сөзсіз тек өз ұлысына ғана емес, ал Монголстанда да үлкен уәкілдіктерге ие болды. Оның інісі Өгедей ұлы қаған болса да, ағасының жас өзгешеліктерінен есапқа алып, оның хүрметін орнына қояр еді. Рашиддин Октай дәуірінде, яғни 1229 һәм 1241 жыллар аралығында Шағатай үлкен құқыларға ие болғанлығын жазып қалдырады. Бүткіл империя бойлап Ұлы ханның қарарлары, оның маслахаты һәм разылығсыз құқи күшке һәм ешқандай ахметлі тәсірге ие болмаған. Сондай-ақ мұсылман һәм Қытай деректерінде айтылуынша Шағатай ауыр, салмақлы адам болған, және де гуалар оның жүзінде ешқандай күлкі болмағанлығын, және де ол өзінің қатаң сөздеріменен қол астындағыларды рухландырып тұратығынлығын тастиқлайды. Шыңғысханның ясақ қағидаларын жүді жақсы білген Шағатайды заманласлары ясақ қорғаушысы деп те атайды. Сондай-ақ монгол низамлары һәм мұсылман әдетлері көбінесе қарама-қарсы келгенліктен, ясаққа қатаң амел еткен Шағатай ислам дініне жақсы мүнәсбетте болмаған. 1242 жылдың басында өз інісі Октай қайтыс болғаннан соң Шағатай да қайтыс болады, яғни арадан көп уақыт ұзамастан. Рашидиннің жазуынша Шағатайдың 8 ұлы болған. Шағатай тірі уақытында өзінің мирас қоры сыпатында, әлбетте династия уәкілдерінің разылығыменен тұңғыш ұлы, яғни 1221 жылы Хиндукуштағы Бамиян сауашында қаза тапқан Мутугеннің перзентлерінің ең үлкені болған Қарахулагуны тайынлайды. Ұлы қаған Октай һәм Шағатайдың өлімі монголлар империясының жағдайын және де қиынластырады. Яғни 5 жыл дауамында хакімият үшін күрес, тынышсызлық күшейеді. Бұл дәуірде үкімдар ролін Октайдың жесірі Төрегені атқарады. 1246 жылы құрылтайда Октайдың тұңғыш ұлы Гуюк Ұлы хан деп жарияланды. Сондай-ақ Шағатайдың ақлығы Қарахулагу тақтан түсірілді һәм жаңа Ұлы хан менен бекем дослық байланысыларына ие болған Шағатайдың ұлы Есу Монке Шағатай ұлысы тақтына отырады. Сондай-ақ тақт басында Есу Монке тұрған болса да, ол қол астындағы хаялы Тукаши барлық ұлыс үлеслерін басқарып барған. Гуюк ханның қысқа үкімдарлығынан кейін және хакімият үшін күрес басланып кетті. Ұлы монголлар империясында Джош һәм Тулу әулетлары өзіне тән төңкерісті әмелге асырып, 1251 жылы Тулудың үлкен ұлы Монкені империяның ұлы қағаны деп жариялады. Жаңа Ұлы ханның хакімиятқа келуі қанлы қудалауларменен басланды. Монкеге қарсы пітіне шөлкемлестіруде айыпланған Шағатай һәм Өгедей ханзадалары бір бөлегі өлтірілген, екі мемлекеттен шығарып жіберілген. Пітнешілерге шеріклікте гуман қылынған әскери басшылар өлім жазасына бұйырылады. Ұлыслар соның ішінде Шағатай ұлысы да рәсми болса да өз барлығын сақлап қалған. Ұлы қаған Монке Шағатай ұлысы тақтында болған Есу Монке орнына Қарахулагуны қайтадан ұлыс үкімдары етіп тайынланған.
Бірақ Қара Хулегу Монголстаннан Илеге қайтып келатырғанында қайтыс болады. Сондан кейін Ұлы Қағанның келісіміменен мархумның жесірі Өргене ұлысқа хүкімдар болады. Әмелде хакімият толуы һәм жошы әулетлары арасында бөлініп, өгедей хүкімдарлығы дәуірінде болғанындай басқарылмайды. Енді Шығатай ұлысында екі тәреплеме хакімият жүзеге келді. Ұлы хан Мөңке һәм жошы ұлысының басшысы Бату хан тәсір шеңберлері арасындағы шекара талас һәм Шу дариялары аралығындағы далаңлықтан өткен. Рашиддиннің мағлұматларына қарағанда, Шыңғыс ханның өлімінен соң Шығатайға 4000 әскер берілген еді. Олардың басшылары өз кезегінде Барлас, Жалайыр, Қаушын һәм Арлат қауымлерінен болған. Ибн Арабшахтың жазуынша, Қаушынлар Әмударияның арқасында, Бұхараның шығыс бөлімінде, Барласлар Қашқадария ойпатлығында, Арлатлар Афганстанның арқасында жайласқан. Кейін ала Махмуд Ялавач та өз сиясаты бойынша осы қауымлерге сүйеніп іс көретұғын еді. Мыслы көрілмеген жабір зұлым, халықтың қорлық һәм жарлылық құрсағына таслануы, салықлардың хадден тыс артуы минеткеш халықтың күш-қуатын құртты. Халықтың арасында монголлардың зорлығы һәм зұлымлығына қарсы наразылық харекеті барған сайын күшейіп, бұл наразылық әсіресе 1238 жылы Махмуд Тараби көтерілісінде өз көрінісін тапты. Бұл азатлық көтерілісі 1238 жылы Бұхарадан 3 фарсах, шамаменен 18-21 километр ұзақлықтағы Тарап ауылында басланды. Бұл көтерілісте монголлар һәм жергілікті ақсүйеклер зұлымынан ахуалы ауырласқан өнерментлер, дейханлар һәм жарлы халық әсіресе белсенді қатнасады. Көтеріліске болса тек арнан Тарап ауылынан болған елек соғушы өнермент ұста Махмуд Тараби басшылық етеді. Деректерді келтіруінше Махмуд Тараби соқыр һәм махау, сондай-ақ басқа да созылмалы кеселіклерді емлеп, халық арасында өз караматына ие шайх сипатында белгілі бола бастайды. Бұхаралы ақаид, діни ілім алымы белгілі шайх Шамсиддин Махбуби Махмуд Тарабидің артып баратырған абырай мәртебесін монголларға қарсы күрес жолында пайдалануға әрекет етеді. Атап айтқанда, Махбуби Махмуд Тарабидің алдына келіп оған: «Әкемнен есткен мен Бұхараның бір ауылынан бүткіл әлемді зұлымлықтан азат ететұғын бір адам шығады. Сол адамда барлық белгілерді сенде көріп атырман» сияқлы сөздері арқалы Тарабиді көтеріліске шақырады. Сонда айтып өту керек, монгол басқыншылығы нәтижесінде Мауреннахрда діни ұламалардың абырайы жүдә төмелеп кетеді. Әсіресе хакімі мұтлақ дәрежесіндегі абырай мәртебеге ие болған Бұхара ұламалары үшін бұл жағдай жүдә ерсі көрінетұғын еді. Шамсиддин Махбубидің мақседі Тараби арқалы жаңа салтанат құру һәм ескі мүмкіншіліктерге қайта ие болу еді. Махмуд Тараби дәслеп өз ауылында басқыншылықлар зұлымлығына қарсы отлы шақырқылар менен шығады. Бұхара аймақларын қадағалаушы топар һәм монгол басқақлары, яғни жергілікті хакімнер Махмуд Тарабиді жоқ етуге ұмтылады. Атап айтқанда, олар Махмуд Тарабиге ықылас қойған мурид көрінісінде оның алдына барып, Махмудты Бұхараға баруға көндіреді. Бірақ олардың Сарыпыл көпірінде Тарабиді тұтып өлтіруге болған ұрынулары бекар кетті. Нәтижеде Махмуд Тараби Бұхараға аман есен кіріп келеді. Қалада оның атрапында көплеген тарапталар жинала баслайды. Өз атрапына жиналған көтерілісшілерге мұражат етіп: «Хәй хақ талаплары, қашанға шекем күтеміз, інтізарлық тартамыз. Жер жүзін Құдайдан қорықпайтұғынлардан тазалау лазым. Кімнің қандай құралға шамас кесе, қылыш па, садақ па, таяқ па қолға алсын. Әләжі барынша тәңірден қорықпайтұғынлардан біреуін де тірі қалдырмау лазым» деген сөздеріменен халықты азатлық күресіне шақырады. Сол уақытта Шираздан әскери құраллар артылған каруан Бұхараға келген болып, каруанды иелеп алған көтерілісшілер сол арқалы құралланып алады. Көтеріліс күшейіп баратырғанын, халық көтерілісшілер тарапіне өтіп атырғанын көрген монгол ноёнлары Мауреннахр хакімі
Mahmud Yalavachdan jardam so'rauga majbur bo'ladi. Mahmud Tarabiy o'zining ko'plagan tarafdorlari bilan Buxara tarafga yo'l oladi. Tarixchi Atamalik Juvayni Mahmud Tarabiy haqida bulay deb yozgan edi. Ol abrayli boy davlatli odamlarni qo'rladi, masxara etdi, o'ldirdi. Ularning bir bo'limi bo'lsa, undan qashib qutuldi. Al ol abvoyi xalqqa ham gezendelerga kersinchi iltifot ham mehrim shafaqat ko'rsatdi. Haqiqatda da Mahmud Tarabiy Buxara xalqina muruvvet ulgularini ko'rsatgan. Al Buxaradan qashgan mongol askarlari ham Buxarali aqsuyuklari bo'lsa, Karmanaga kelib bospana topgan edi. Ular bu yerga kelib belgili bir kuch to'plab Mahmud Tarabiyga qarshi askariy yurish boshlaydi. Bundan xabar topgan Mahmud Tarabiy bo'lsa, dushmanga qarshi guresuv maqsadida qalash yetinden Karmana yo'lina ulkan askariy kuch bilan chiqadi. Ikki o'rtada bo'lgan qatang savaşdan keyin bosqinchilar keyin shegnedi ham jengilishga uchraydi. Qo'zg'olonchilar mongollarda Karmanaga chekim quvib borgan. Direklarda aytilgancha bu savaşda mongollardan 10 ming odam qirib taslangan. Solay bo'lsa-da, bu jengilli savaşda qo'zg'olon boshchilari bo'lgan Mahmud Tarabiy ham Shamsiddin Mahbubiylardi qaza topgan. Sondan keyin qo'zg'olonchilar qaza topgan Mahmud Tarabiyning o'rnina uning inilari Muhammad ham Aliyni boshi yetib saylagan. Biroq bu жаңа boshlarning askariy tajribalari bo'lmay, xalq ularni yaxshi tanimagan. Ular jamiyat ishida abrayga ие emas edi. Bu bo'lsa qo'zg'olonning barisini unamsiz ta'sir ko'rsatdi. Aradan bir hafta o'tmay qo'zg'olonni bostirish uchun mongollarning Elduz Noyan ham Chag'an qo'rshi boshchiligidagi жаңа askari jiberilgan. Ikki taraflama savaşda Mahmud Tarabiy tarafdorlari butkul qiyratilib, ikki tarafdan 21 mingdan aslam jangir qaza topgan. Mahmud Tarabiy boshchiligidagi bu xalq azatlik qo'zg'oloni xalqimizning azatlik kurashlari tarixida o'zini tan iz qoldirdi. Ol eng aldiminan bosqinchilar ham ular tarafini o'tib ketgan jергillikli aqsuyuklarning ulug' mazlumligini qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon edi. Bu azatlik qo'zg'oloni mongol bosqinchlarini ular qanchalik ayovsiz tuzum o'rnatpasin, xalq barxulla o'z ana vatani azatligi yo'lida gurisdan bas tortmaydig'ini ko'rsatdi. Hokimiyatda bu harakatdan o'zlari uchun belgili jumaqlar chiqargan. Soning ichida boshqalar tarafidan jinolanadigan soliq ham o'lponlarda tartibga soluvga harakat etdi. Mahmud Tarabiy qo'zg'olondan keyin Shag'atay jergilikli naiblarga da ilojlar ko'rgan. Atab aytganda qo'zg'olonni bostiruga azizlik etgan deb hisoblab Mahmud Yalavachni Mavrnahir nayibligidan chetletib, uni ulus aymog'idan chiqarib jibergan. Tez arada Ulli Qag'an Oktay uni Dasin, ya'ni Pekinga qala nayibi etib tayinlaydi. Sondan keyin Mavrnahir nayibi ham ijrochisi sifatida Mahmud Yalavachning uli Masudbek tayinlanadi. U o'limini chikim, ya'ni 1289-yilga chikim usul lavozimda yelib turadi. Yuqorida atab o'tilganidek Mahmud Yalavach ham keyinala uning avlodlari da Mavrnahir ham Shig'iz Turkiston aymog'ida Shag'atay ulusi boshqaruvida ulkan abray ham o'ringa ega bo'lgan. Shing'izxon tiri vaqtida xarizmli belgili savdogar, mongollar xizmatini ko'pdan beri жұмыс ishlab o'tirgan Mahmud Yalavachni Mavrnahir nayibi etib tayinlaydig'ini bildirgan edi. Ham u tez arada Mavrnahir nayibi etib tayinlangan. Uning qarorgohi bo'lsa Xo'jayin qalasida joylashdi. So'zsiz Mahmud Yalavach ham boy savdogar bo'lib, direklarning guvohlik beruvchi uning boyligi sonchalik ko'p bo'lgan, hatto u butkul Mavrnahirdan olinadigan soliqni oldindan to'lov mumkin edi. Uning qo'l ostida mongollarning tayanchi bo'lgan soliq jinouvchi mongol boshqaqlari, jergilikli hokimlar, darug'alar, askariy boshqaruvchilar ham bir qancha mongol askariy otryadlari bor edi. Mahmud Yalavachga soliq tusumlarini turaqli qadag'alav, o'lkada mongollarga qarshi g'alayan bo'luvining oldin olov javobgarchiligi yuklatilgan edi. Soning bilan birga Mahmud Yalavach to'g'ridan to'g'ri Ulli Qag'an Oktayga bo'ysunadigan edi. Kelib chiqu xarizmdan bo'lgan savdogar Mahmud Yalavach 1218-yildan oldinroq Shing'izxonning xizmatiga kirgan bo'lishi ehtimol. Ya'ni sababi sol yili mongol hukmdori uni boshqa Turkistonli savdogarlar bilan birga Xorizm shah Sultan Alavuddin Muhammadning saroyina elchi sifatida
сыйфатында жібереді. Махмуд 1221 жылы Шыңғыс хан тарапынан Ғазнада бірінші мәрте Дуруғаш етіп тағайындалады. 1229 жылға келіп болса, жаңадан сайланған Огедей хан Махмуд Ялавачты Мауреннахр, Түркістан һәмде Ұйғырстанның бірінші хакімі, сахып диваны етіп тағайындалды. Салтанатлы ойын зауқлар, зияпатлар һәм қымбат бақалы сауғалар менен өзінің сақилығын көрсеткен Махмуд Ялавач тез арада Огедейдің ітібарын қазанады һәм бұннан пайдаланған халда оның Мауреннахрдағы сиясатында бір қатар жеңілдіктер алуға ерседі. Махмуд Ялавачтың харекетлері нәтижесінде тыныш халық әскери жиымларды төлеуден азат етіледі. Сондай-ақ шаруа салығы қатаң күміс салығы менен алмастырылады. 1238-1239 жылдары ол бұхаралылардың сәтсіз көтерілісінен кейін халықты моңғол әскерлер тарапынан қырып таслануынан сақлап қалады һәм бұл бір сөзбенен айтқанда Шағатайға оншелі мақұл келмейді һәм ол өз лауазымынан азат етіледі. Оның орнына ұлы Масудбек Мауреннахрдағы қаған найыбы етіп тағайындалады. Сондан кейін Махмуд Ялавач ұлы қаған Огедей бұйрығымен арқа Қытайға найып һәмде ярғучы нәзір етіп жіберіледі. Кейінірек Пекин қаласына. Бұның тек арғы себеплерінен бірі сонда Огедей 1240 жылдан басылап арқа Қытайда жақсы дарамат алуға қазығып қалған еді. Сол себепліде Елуи Чуцайдың орнына жақсы қаржылық білімлерге ие болған Махмуд Ялавач жөнелтіріледі. Махмуд Ялавачтың арқа Қытайдағы қараргағы Бейжің, яғни Пекин қаласында болып, ол Қытайда да бір қанша жаңа басқарушылар һәм салыққа тарту системасын істеп шығады. Соның ішінде салықлар енді натура орнына күмісте алына баслайды. Шаруашылық үшін салық енгізілді. 1241 жылы Октай қайтыс болғаннан кейін Ялавач саяси қудалауға ұшырайды. Октайдың хаялы төрегене Ялавачты қамаққа алуға харекет етеді. Бірақ Махмуд Маликенің тәсірінен ұзақ болған Октайдың ұлы Хотең алдына қашып кеткен. Сондай-ақ оның ұлы Масудбек де Бату жанынан саяси баспана іздеуге мәжбүр болады. Тек 1246 жылы тақтқа келген Гойкук хан оларды ескі лауазымларына қайтарған. 1248 жылы Гойкуктың ерте өлімі олардың позициясына тәсір етпеді. Олар дәслепкі уақыттан-ақ Мункенің сақлануын қоллап қуатлайды һәм дәслеп елеп тұрған жоғары дәрежедегі лауазымын сақлап қалады. Махмудтың келіп шығуы бойынша шетел уәкілі болғанлығы һәм оның Қытайдағы салық сиясаты жергілікті әмелдарлар һәмде айрым сұлала уәкілдеріне жақпайтұғын еді. Сол себеплі Махмудтың сияси қарсыласлары Конфуций лектикарларына тәрбияланған Құбылайды қоллап қуатлаушы етіп алады. 1252 жылы Құбылай Махмудты суд қадағалау уақытында гуманланушыларды өлтіргені үшін сынға алады. Нәтижеде Мунке тарапынан жұмыстан босатылған Махмуд Ялавач көп өтпей қайтыс болады. Масудбек 1259 жылы Мунке қайтыс болғанға шекем Түркістан хакімі болып қалады. Мунке өлімінен соң Құбылай һәм оның інісі Арық Бука арасында бұқаралар ұрысы басланды. Масуд табиғи түрде Құбылайға қарсы шықты. 1264 жылға шекем Моңғолстанда хукумдарлық еткен Арық Бука Шағатай ұлысы менен қатынасқыларды тікілеуге харекет етеді. Арық Бука Шағатай әулетінен болған Алғуны Шағатай ұлысының хукумдары етіп тағайындалуға ерседі. Алғу хан Масудбек және Мауреннахрға сақып диван етіп қалдырылады. Алғу өлімінен кейін Барақ хан қызметіне кірген Масудбек бас уәзір лауазымында қызмет етеді, бірақ Барақ хан хукумдарлығы Мауреннахр диханларының кең талан-тараж етілуіменен басланды. Бұл болса 1269-1270 жылдары Масудтың мемлекет қожалығын, халық тұрмысын тікілеу сиясаты сәтсіздікке ұшырайды. 1271 жылдан кейін Масуд һәм оның ұллары Қайтуханға қызмет етті. Құласы Масудбек Мауреннахрға үлкен тікілену жұмысларын алып барды. Атап айтқанда Бұхарада Масудбек тарапынан Масурия медресесі құрылып, онда өз дәуірінде мыңға жақын студент ілім алған. Масудбектен кейін бірқатар династия уәкілдері де Шағатай ұлысы хукумдарлары қызметінде болды. Мәселен, Масудбек қайтыс болғаннан соң оның ұлы Ғиясыддин Абу Бәкір Масуд II Қайтухан тарапынан әкесінің лауазымына тағайындалды һәм 1290-1298 жылдары ол бұл лауазымда
қызмет етеді. Абу Бакрден соң оның ағасы Сатылмыш бек ибн Махмуд Ялавач Масуд үшіншінің атыменен уәзірлік дәрежесінде қызмет етеді. Бірақ кейінгі династия уәкілдері бұрынғыдай үлкен сияси абырой һәм күшке ие болмаған. Бұл бәлкім Шығатай ұлысында ханлардың басқаруындағы абыройдың артуыменен байланысты еді. Атап айтқанда династияның соңғы уәкілдерінің бірі Сүйіншібек Масуд төртінші тек қана Қашқардың найыбы сипатында қызмет еткен. Мөңке ханның өлімінен соң моңғол ұлысы тақты үшін күресілер басланып кетті. Атап айтқанда Қытайда Құбылай хан, Қарақорымда болса Арық Бұқа хан, Жағатай ұлысының арқа шекарасы бойлап Қайду хан үкімдар болып алады. Құбылай хан һәм Арық Бұқа хан арасындағы күресілер әсіресе кескін өтеді. Құбылай хан Қарақорымға азық-ауқат жіберуді шектеп қояды. Нәтижеде болса азық-ауқат өнімдерінің тек арғы бөлімін Қытайдан алатұғын дала халықлары қиын жағдайға түсіп қалады. Сондай-ақ Арық Бұқа хан Алғунның Шағатай ұлысы тақтын иелеп, оны Алтын Орда тәсірінен шығарып алуға жәрдем берген. Соның ішінде Мырза Лұғбек айтқанындай Алғу һәм Арық Бұқа арасында толық сәйкеслік һәм садықлық бар еді. Шағатай ұлысын басқарып отырған Оркина хатынның Алғуға тұрмысқа шығуы да өз кезегінде Алғудың хакімиятын нызамластырды. Бірақ көп өтпей Алғу Арық Бұқа ханға қарсы харекет ете бастайды һәм қатынастардағы тең салмақтылық бұзылады. 1263-1264 жыллар атрапында Алғу қайтыс болған. Нәтижеде Құбылай хан бай аймақ хесапланған Мауреннахр аймақлары үстінен сияси қадағалау орнатуға харекет етеді һәм өзіне талаптар болған ханзадаларды Мубарак-шах һәмде Барак-хан Шағатай ұлысына жіберіледі. Сондай-ақ Мубарак-шах хан 1264 жылдың бахарында Ахангаранда Шағатай ұлысының ханы деп жарияланады. Құбылай хан жіберген жарлық бойынша болса, Барак-хан Мубарак-шахтан кейін Шағатай ұлысы тақтына отыру керек болған еді. Ал сол себеплі Барак ханның әкесі Есун Дуванның Шағатай ұлысының абырайын есап қалған. Мубарак-шах Барак ханды өзіне жақын ұслауға ұмтылған. Соның ішінде Барак ханға баршы атағын береді. Мубарак-шах хан бірінші болып ислам дінін қабыл еткен Шағатай ханы еді. Ол Ташкент уалаятындағы Ахангаранда жаңа дінге өткенін жариялайды. Бәлкім осы жағдай айрым моңғол хамелдарларының оннан наразы болуына себеп болған шығар. Себебі моңғол аристократиясының хохуй қауымысы есапланған Шыңғыс ханның жасауында дінлерге бірдей қатынаста болу ұқтырылған еді. Нәтижеде Мубарак-шах ханнан наразы болған хамелдарлар Барак хан атрапында бірлеседі. Соның ішінде Рашидтің берген мағлұматларға қарағанда аскерлердің бір бөлегі һәмде Мубарак-шах ханның хаткері Муншие Барак хан тарапіне өтіп кетеді. Бұның нәтижесінде Шағатай ұлысында бұқаралар ұрысы жүзеге келген десек қате болмайды. Ұлыстың арқасында Мубарак-шах хан орналасып алған еді. Барак хан болса күш жинау мақсатында Мауреннахрдың орайлы һәм Құбла аймағында жайласқан болуы ықтимал. Себебі Мауреннахр Құбласындағы Шағанян Барак ханның атамирас мүлкі есапланар еді. Ақырында 1265 жылдың күзінде Мубарак-шах һәм оған қарсы тұрған Барак хан әскерлері Ходжентте соғылысады. Сауаш нәтижесінде Мубарак-шах хан тақтан қуылады. Барак хан 1266 жылдың басында Шағатай ұлысы тақтына отырады. Ол көп өтпей Мауреннахрды толық өз қол астына қамтып алғаннан кейін мемлекетті моңғол ұлы ханлары тәсір астынан толық ажыратып алады. Соның ішінде 1266 жылдар атрапында Құбылай ханның Барак ханды Моңғолстанға бойсындыру үшін жіберген әскерлері Шығыс Түркістаннан қуып шығарылады. Нәтижеде болса Барак хан Шағатай ұлысының әмелде қол астына бүткілдей өтіп алуына ерседі. Бұл дегені Шағатай ұлысы ханлары белгілі дәрежеде ұлы қағанға ғаризлі еді осы уақытқа шейін. 1268 жылы Барак хан һәм Шағатай ұлысының арқа шығыс бөлімінде хүкімдарлық етіп отырған Қайду хан арасында сауашлар болып өтеді. Бірақ көп өтпей екі арадағы күреске Алтын Орда хүкімдары Мангу, яғни Мунка Темір араласады. Ақыр аяғында екі арада келісім түзіледі. Келісімге муафық бір жылдан кейін талас ойпатлығында
аяғында құрылтай шақырылу керек еді. 1269 жылы Талас ойпатында шақырылған құрылтайда Мангу Темір, Қайду һәм Бараханлар қатынасып, екі хан өз мүліктерінің шекарасын белгілеп алады. Бұл келісімге муафық Мауреннахрдың 3/2 бөлігі Бараханға, 3/1 бөлігі Қайдуға жіберіледі. Сондай-ақ Бараханның Хорасанға жүрісі уақытында Қайду хан өз әскерлеріменен оған жәрдем көрсетуге келісіледі. 1270 жылдың бахарында Барахан үлкен көлемдегі әскерлерменен Хорасан жүрісіне атланады. Даслепкі сауашта Абақа ханның інісі Тушбин ұлы һәм Амир Аргун басшылығындағы әскерлер Барахан тарапынан жеңіліске ұшырайды. Бірақ көп өтпей ордадағы келіспеушіліктер себеплі Қайдухан жіберген әмірлер Барахан әскерлерінен ажыралып, арқаға қайтып кетеді. Нәтижеде Абақа хан әскерлеріменен болған шешуші сауашта Барахан жеңіліске ұшырайды. Абақа ханнан жеңіліп Мауреннахрға қайтқан Барахан паражға ұшыраған болып, оны тақтырауында көтеріп жүретұғын еді. Бараханды физикалық жақтан мемлекет басқаруына ұқыпсыз деп есаплаған айрым моңғол ханзадалары көтеріліс көтере бастайды. Нәтижеде Барахан жәрдем іздеп және Қайду хан алдына кетуге мәжбүр болады. 1271 жылы Барахан қайтыс болғаннан кейін Шағатай ұлысы Қайду хан тәсіріне түсіп қалады. Бұл процесс және 30 жыл дауам етеді. 1303 жылы ұзақ уақытлық үкімдарлықтан соң Қайду хан қайтыс болады. Арадан көп өтпей Шағатай ұлысында Дуа хан, яғни 1285-1307 жылдар аралығында үкімдарлық еткен болса, Шығыс Түркістанда Қайду тақтына оның ұлы Шапар көтеріледі. Шапар һәм Дуа хан арасында келіспеушіліктер жүзеге келіп, көп уақыт өтпей Шапар тақтан ағдарылады һәм Дуа хан Шағатай ұлысы, соның ішінде Шығыс Түркістан аймақлар үстінен де жалғыз үкімдарға айланып қалады. Дуа хан 1307 жылы Алмалық атрапындағы Сепкун қала маканында қайтыс болады. Оның өлімінен соң тақтқа Баркөлде ұлы Күнжок отырады, яғни ол 1307-1308 жылдар аралығында ғана тақты басқарады. Сонымен бірге бірқатар Күнжокке қарсы болған ханзадалар оған қарсы күресу үшін әскерлер жаллай бастайды. Тараз жанындағы Бөрібас маканында екі арадағы сауашылар да Күнжок жеңіске еріседі. Бірақ Күнжектің үкімдарлығы да ұзақ дауам етпеген. Күнжек 1308 жылы Жұлдыз деп аталатұғын аймақта қайтыс болады. Нәтижеде тақтқа Хызыр атыменен белгілі болған Талику хан отырады. Хызыр Талику хан үкімдарлығы қызғын күрестерге бай халда өтеді. Даслеп Талику хан Шапардың әулетларын қуғынға алады. Соның менен бірге Хызыр Талику хан үшін тақт мәселесінде Тикарға қарсылас есапланған Дуа ханның әулетлары да оған қарсы харекет баслаған еді. Бұл күрестер нәтижесінде 1309 жылы Дуа ханның ұлы Кебек Талику ханды өлтіреді. Ханның өлімі мемлекетке жаңа көтерілістің баслануына себеп болады. Соның ішінде бұрын тақтан құлатылған Шығыс ұлыс ханы Қайдудың ұлы Шапар өзінің інілері һәм туысқанлары менен ғарисізлікке дауагерлік ете бастайды. Сондай-ақ Шағатайзада Тукманның да көтерілістері басланып кетеді. Осындай шараятта Кебек хан өзін үкімдар деп жариялайды һәм басқару тізгінін өз қолына алады. Или бойындағы сауашта Кебек хан Тукма әскерлерін жеңеді. Көп өтпей Тукма қолға алынып өлтіріледі. 1309 жылы Кебек ханның басламасыменен өткерілген құрылтайда Кебек тақтқа ағасы Есен Буканы көтеруге еріседі. Есен Бука хан деп жарияланған болса да, мемлекетте Кебек үлкен абыройға ие болады. Есен Бука дәуірінде Шағатай ұлысы шығыста Юань империясы менен, батыста болса елханилер менен тынымсыз күрес алып барады. Юань империясы менен Шағатайлар арасында белгілі сияси қарым-қарсылықтар жүзеге келген болып, 1310 жыллар атрапында Шағатай ұлысындағы тақт үшін күреслер барысында Шапар өзіне бойсынған көплеген халықпенен шығысқа қарай харекетленіп, Юань императорына бойсынуға өтуі де
бұның себеплерінен бірі еді. Нәтижеде алдын Шағатай һәм Қайду мүліклерін пайда еткен жерлердің айрым бөлімлері Юань империясы аймағына өтіп кетеді. Бұл жағдай екі арада жайлаулар мәселесінде келіспеушіліктерді келтіріп шығарады. Сонымен бірге 1313 жылы Бажу басшылығындағы Юань елшілік миссиясы Есен Бука тарапынан ұсталып қалынады һәм кейінірек таланады. Бұның нәтижесінде екі арада әскери саяси күрес жүзеге келеді. Атап айтқанда 1315-1317 жылдары Юань әскерлері тарапынан Шағатай ұлысының шығыс жайлаулары талан-тараж етіледі. Бұл жоғалтуларды қаплау үшін шахзадалар Хорасанға талаушылық жүріслерін шөлкемлестіреді. Соның ішінде 1312-1313 жылдар аралығында Кебек һәм Амир Мансур басшылығындағы Шағатай әскері Хорасанға бастырып кіреді және де көп олжаменен қайтады. Өз кезегінде Амир Али Хушшының Хорасан жауынгерлері Мауреннахрды талан-тараж жетеді. 1316 жылы қозғалаңшы Шағатай шахзадасы Яссауир һәм Иран Хула көйлері әскерлері Мауреннахр қалаларына бастырып кіреді. Бұл әскери харекетлер нәтижесінде Яссауир терімізден Самарқан шекарасына шекен болған барлық уәлаят һәм ауыллар халқын Амул, яғни Амудария бой аймақтарына көшіреді. Көбек қол астындағы қалаларды уайран етеді. 1318 жылы Эсан Букахан қайтыс болады. Енді тақтқа Амелде ағасы дәуірінде де үлкен құқыларға ие болған Кебек хан отырады. Кебек хан дәуірі мемлекет тарихындағы ахметлі бұрылыс дәуірі сипатында тарихта қалды. Кебек хан қоңсылас моңғол мемлекетлері менен келісу саясатын жүргізеді. Соның менен бірге мемлекеттің ішкі дүзімін де жақсылау үшін белгілі харекетлер алып барады. Ол Шағатай ұлысының пайтақтың Шығыс Түркістаннан, яғни Алмалықтан Мауреннахрға көшіреді. Ескі Насаф қаласы орнына Қаршы қаласы құрылады. Бұл һәм мамури реформаларды әмелге асырады. Сондай-ақ Шыңғыс хан басқыншылығы дәуірінен бері уайран болып отырған Бал қаласы қайта тікленеді. Кебек ханның отырықшы тұрмысқа өтуге ұмтылуы династияның айрым уәкілдеріне ұнамаған әлбетте. Хатте 1320 жылдың атрапында Есуы ойпатлығында Кебекке қарсы қозғалаң көтеру һәм оны тақтан аудару үшін жасырын жоба түзілген. Бірақ Кебек хан тарапынан бұндай қозғалаңлар бастырылады. Кебек хан бұл дәуірде Юань империясы менен жақсы байланыстар орнатуға ерседі. Соның ішінде 1319-1320 жылдары Юань династиясы менен үзіліп қалған қатынастар тікленуге ерсіледі. Сонымен бір қатарда Ирандағы елханилер менен де ауқам жүзеге келеді. Бұған текарғы себеп 1316-1317 жылдары Шағатай ұлысынан келіспеушілік себеплі ажыралып шыққан Яссауир оғлан көп өтпей елханилерге қарсы қозғалаң көтереді. Нәтижеде Яссауирға қарсы ауқам екі тарап ұшында пайдалы шартнамаға айланады. Бұнан кейін 1320 жылы Шахзада Яссауир Кебек әскерлеріменен соғылғысуда өлтіріледі. Кебек хан дәуірінде Шағатай ұлысында жәмиетлік һәм экономикалық тұрмыс системасы тәртіпке салынады. Мемлекеттің саяси системасы да белгілі дәрежеде жолға қойылады. Кебек тарапынан әмелге асырылған отырықшылық саясатын оның мирасқорлары есапланған інілері Елшігадай һәм Дуа Тимурда дауам еттіреді. Елшігадай дәуірінде Хорасан менен байланысты саясат дауам еттіріледі. Соның ішінде Шахзада Яссауир өлімінен соң оның қарамағында болған аймақлар Шағатай ұлысына қосып алынады. Елшігадай Шахзада Яссауир оғланға бағынышылы болған халықты қайта тіклеген Балық қаласына көшіп өткереді. Нәтижеде кейін ала бұл халық Яссауирилер қауымы спатында қалыплеседі. 1331 жылы Шағатай ұлысы тақтына мұсылман хүкімдар Алауиддин атын алған Тармаширин хан отырады. Алауиддин Тармаширин хан дәуірінде Шағатай ұлысының батыс бөлімі толық отырықшыласады. Тармаширин хан ислам дәстүрлеріне толық әмел етіп, жергілікті ислам діні ұламалары менен кең көлемлі байланыстарды да жолға қояды.
Және Сұлтан Тамаширин гүррүңіне қайтайық. Ибн Баттутаның саяхатнама деп аталатығын шығармасында ол төмендегіше жазады. Мен ол жерде орда деп аталатығын қарарғақта бірнеше күн қалып қойдым. Бір күні әдеттегідей мешітке кіріп, таң намазымды оқыдым. Намаз тамам болғаннан кейін біреу маған Сұлтан да осы мешітте екенлігін айтты. Мен ол менен көрсу үшін оған жақынластым. Шайх Хасан һәм Фахих Хисамуддин Алияғи Сұлтанға мен хақымда бұл жерде бірнеше күн алдын келгенім туралы айтып берді. Сұлтан маған түрки тілде мұражат етті. Қошмысан, жақсымысан, құтлы болсын деді. Бұл уақытта ол жасыл Худдуси каба киген, басына дәл осы кезлемеден тігілген шашия қондырған еді. Сұлтан мешіттен шығып өз қабылдауханасы тарапқа пияда жол алды. Адамлар оның атрапын қоршап алып өз арзыларын айтар еді. Сұлтан жолда кім болмасын, ол хаял ма, еркек пе, жарлы ма, камбағал ма, яки болмасы бай ма, har бірінің тоқтап, бірме-бір арзыларын тыңлаған. Яғни олардың har біріне бірме-бір құлақ асқан. Хаттегі Сұлтан таң намазында, құптан намазында әлбетте жамаатпенен бірге оқитығын еді. Ол таң намазы оқып болғаннан кейін құяш шығаман дегенше түрки тілде зікір айтып отырған, және де түслік намаз оқуға келгенде кімдір оған құрма сауға ететұғын болса, оны алып бұл жердегі жамаатке өз қолыменен бірме-бір тарқататұғын болған. Сондай-ақ ол намаз оқыған уақытта мешітке келген инсанлар ол менен сәлемлесу үшін қолын созғанда, ол әлбетте қол беріп сәлемлескен, аманласқан. Тармаширин хан исламды Шағатай ұлысының рәсми дініне айландырды. Абаданластыру һәм құрылыс жұмысларына қайырқомлық етті. Сауда-саты һәм өнерменшіліктің рауажлануына өз үлесін қосты. Соның менен сияси байланыстар алып барды. Соның ішінде Тармаширин хан Алтын Орда, Елханилер һәм Дели сұлтанлығы менен белсенді байланыстар орнатты. Тармаширин дәуірінен баслап Мысырдағы Мәмлүклер сұлтанлығы менен де байланыстар жолға қойылды. Алауиддин Тармаширин хан мемлекеттегі сияси һәм жәмиетлік жағдайды жақсылау, моңғол хәмелдарларын отырықшы тұрмыс тәрізіне үйретуге ұрынған болса да, бұл бір қатар наразылықларға себеп болды. Оның ислам дінін қабыл етуі сөзсіз Тармаширинді мұсылман бұқараларына жақынластырды. Ол өз әскерлеріне халыққа зиян келтірмеу, оның қол астындағыларға әділетлі мүнәсібетте болуын бұйырды. Тарихшы Ас-Сафадидің жазуынша Тармашириннің ағасы тарапынан басқарылған бір қала халқы оның әділетсіз басқаруынан наразы болып, шағым ету үшін хан алдына келген. Оның іс-әрекеті үшін Тармаширин қаржылай төлем төлеуді ұсынды, бірақ олар бұған келісім бермей, қаттырақ жазаны талап еткенде, Тармаширин олардың талабын орынлап, залым туысқанын өлтірді. Бұндай жағдайлар моңғол ақсүйеклері, соның ішінде Шағатайзада шахзадаларының Тармаширин ханнан наразы болуына алып келді. Деректер Тармаширинді өз еліне шариат қағидаларын қатаң орнатқанлығы менен даңққа еріскен хүкімдар сипатында тәриплейді. Бірақ бұл сиясат Шыңғысхан дәуірінен берлі қатаң әмел қылынып кетірған яса қағидалар менен сәйкес келмеушілікті жүзеге келтірді. Сондай-ақ Дуаханның әулетлары арасында тақтқа низамлы дауагер бола алатұғын бір қанша шахзадалар бар болып, Алауиддин Тармаширин ханға сияси қарсылас болуы мүмкін болған шахзадалар қатарында Дуа Тимурдың ұлы Бузан, сондай-ақ басқа да жиенлері Кебектің ұлы Яңғы һәм Ебугеннің ұлы Женкеші Есун Тимур сияқлылар бар еді. Сондай-ақ Ас-Сафадидің жазуынша Тармаширин моңғол әмірлерін егіншілікпенен шұғылануға мәжбүрлеген. 1326 жылақ бір қанша Шағатай әмірлері Мауреннахрда жер ямаса бағларға ие болған болса да, бұл жерден қалегенінше пайдаланып, егіншілікпенен шұғылануы шарт емес еді. Бұл жағдайлар өз кезегінде Тармаширин ханға қарсы оппозицияның қалыптасуына алып келді.
нәтижеде 1334 жылы Шағатай ұлысының шығыс бөлімінде Тармаширин ханға қарсы көтеріліс жүзеге келді. Һәм көтеріліске оның жиені Бузан ибн Дуа Тимур басшылық етті. Бузан Дуа Тимур ұлы мұсылман болып, дегенменен оның иманы азы, әдеп икрамлылығы болса бұзық адам еді. Оған ант беріп Тармашаринді аударғанлығының себеплі сұлтан өз бабасы жоғарыда айтқанымдай мұсылман мемлекетлерін ойран еткен Шыңғыстың васиятларын орынламаған еді. Шыңғыс өз пармаларынан ібарат ясақ деп аталған кітап дүзген. Кімде-кім осы кітапта жазылған бұйрықтарды орынламаса, ол тақтан аударылуы керек еді. Шыңғыстың васиятына бола, олардың бүткіл әулетлары жылына бір мәрте той деп аталатұғын зияпатқа жиналатұғын болған. Шыңғыс әулетлары, әмірлер, хаялар һәм ірі саркардалар сол күні мемлекеттің 4 тарапынан келіп бір жерге жиын болған. Яғни сұлтан Тармашарин зияпат түзуді бекар етіп, бұл әдетті жойған еді. Олар Тармашариннің тап осы ісі үшін сондай-ақ 4 жыл дауамында Харасанға тұтас уәлаятты жасап, мемлекеттің Қытайға жақын бөліміне келмеген ұшында оны тақтан аударған. Амелдегі дәстүр бойынша болса, олар har жылы осы жерге келіп, әскерлердің ахуалын көріп қайтуы шарт еді. Тармаширин саясатынан наразы болған көшпелі моңғол ақсүйеклері көтеріліс көтеріп, Бузанды өздеріне хүкімдар деп жариялайды. Тармаширин хан тақтқа отырудан алдын Ғазна найыбы сипатында қызмет еткен болып, Ғазнада оның тикарға күшлері жәмленген. Ғазна найыбы Амир Бурундай Алауиддин Тармаширин ханның садық адамларынан еді. Сол себеплі Ғазнаға жол алған Тармаширин жолда Кебектің ұлы Яңқы тарапынан қолға алынады, һәм көп өтпей өлтіріледі. Шағатай ұлысының 18-ші ханы Тармашириннің қызметіне онша үлкен ітібар берілмеген. Солай болса да Тармаширин Мауреннахрдағы моңғол ханлар ішінде ең діншіл, тақуа һәм жүдә кішіпейіл хүкімдарлардан бірі болған. Ол Шағатай ұлысы тақтына отырғаннан кейін ислам дініне сенуіменен бірге мұсылманша Алауиддин атында қабыл етеді, һәм оған Сұлтан Әл-Азам, ең ұлы сұлтан деген атақ беріледі. Тармаширин тақтқа келгенге шекем Қашқадария ойпатлығында жасаған. Оның ислам дінін қабыл етуі һәм бұл дінге сенуінде дәл осы аймақта жасаушы шейхлар һәм ислам ұламаларының тәсірі үлкен болған. Ханды өз көзіменен көріп, оның менен сәубетлескен араб саяхатшысы Ибн Баттутаның гуалық беруінше, Нақшапты шайх Хасан атлы шайх оған ұстазлық еткен. Бұл дәуірде жасаған шейх Шамсиддин Кулал һәм имам Хисамиддин Яғи Тармаширин дәуірінде қызмет көрсетеді. Мырза Ұлығбектің 4 ұлыс тарихы шығармасында жазылуынша, оның бақытлы хүкімдарлығы дәуірінде Шағатай ұлысы ислам мемлекетіне айланды. Тәңірі Тааланың бенделері оның мемлекеті заманында айрықша абаданлықта өмір сүрді. Тармаширин ислам тикарларына соншелік қатаң әмел ететін еді, діни мәресімлер һәм қағидалары жеке һәм мемлекеттің тұрмыслық мәселелеріне қайшы болған жағдайда да ислам қағидаларына шегінбестен әмел ететұғын еді. Оның дәуірінде діни ұламалар, шейхлар һәм имамларға жетерлі хүрмет көрсетілген. Ибн Баттутаның төмендегі гүріңі бұның тастиқлауы. Бір күні мен песін намазын оқу үшін мешітке бардым, бірақ хан еле жоқ еді. Оның махремлерінен бірі жай намаз әкеліп, мехраб жанына әдетте сұлтан намаз оқитұғын жерге жайды һәм Хисамиддин Яғи имамға сұлтанымыз дәретлерін тамамлағанша намазды басламай күтіп тұрар екенсіз деді. Имам орнынан тұрып, намаз Құдай үшін ба, емаса Тармаширин үшін ба? Ол муаззинге азан айтушыға намазды баслауды бұйырды. Сұлтан мешітке кіріп келгенде 2 ракат намаз оқылып болған еді. Сонда ол қалған 2 ракат намазды келген жерінен тамамлады. Ол намазды адамлар аяқ киімдерін шешіп таслайтұғын жерде мешіт босағасында отырып оқыды. Намаздың оқылмай қалған бөлегінде біткеріп, имамның алдына сәлемлесуге келді. Мен имамның қасында тұр едім. Соң сұлтан маған қарап, сен өз мемлекетіңе қайтып баратырғаныңда әжемлердің
Бұл жерде араб емеслері Мауреннахр халқын назерде тұтылған. Жарлылары сұлтанға қандай мүнәсібетте болатынын айтып бар деді. Бірақ Тармашириннің жәмиетлік адалатлы сиясаты, діншілігі һәм құдайшылығы моңғол шаңырағына тиеслі үкімдар қатламларының наразылығына себеп болды. Яғни Тармашириннің мемлекет һәм жәмиет басқаруын исламластыру сиясаты оның дұшпанларына қол келіп, Шыңғысхан тарапынан енгізілген қағидалар, атап айтқанда, ясақ низамына әмел етірмей, атырғанлығы тикарға себеп етіп алынды һәм қанды алмастыру керек деп табылды. Хош, Тармаширин қызметінде ясақта белгіленген қайсы қағидаларға қайшы белгілер бар еді. Шыңғысханның уасияты һәм ясақ қағидаларына муафиқ бір жылда бір мәрте үлкен құрылтай шақырылып, зияпатлар, тойлар шөркемлестірілуі һәм онда барлық моңғол ханлары қатнасу керек еді. Шамасы Шыңғысхан осы жолменен хан шаңырағына тиеслі шахзадалар һәм саркардалардың ауқамын, дослығын һәм бірлігін бекемлестірмекші болған. Тармаширин болса бүткіл Мауреннахрда жоғары дәрежедегі салтанатлы зияпатлар шөркемлестіруді бекар етіп, бұл әдетке шек қойған. Оның бұл қарарға келуіне өзінің ислам шариатына сәйкес сиясат жүргізуі, айрықша ысырапкершіліктер һәм олардан тыйылу һәм тақуаны дұрыс жолға қою себеп болды. Сондай-ақ мемлекетте ол шығарған пармалар һәм де жолға қойылған тәртіп қағидалар ясақ низамларына емес, шариат қағидаларына тикарланған еді. Бұнан тысқары Тармаширин өз хүкімдарлығының ақырғы 4 жылында бір мәртеде Моңғолстан пайтақты Қарақұрымда Ұлы хан қараргахында жылына бір мәрте шақырылатұғын құрылтайға бармаған. Шыңғысхан уасиятында осы құрылтайда барлық хан шаңырақ уәкілдерінің қатнасуы шарт екенлігі көрсетілген еді. Тармаширинге қарсы болған пітнешілер ясақ низамының бірінші қағидасы, яғни хүкімдар хан ясаққа қатаң әмел етуі хақында ант беруі һәм оған әмел етуі, әмел етпесе ханды өмірлік қамаққа алу ямаса жазалау, хатте өлтіру мүмкін деген қағидаға тикарланып, Тармаширинді хан хакимиятына лайықсыз деп, оны тақтан түсіру һәм Бузанды хан етіп сайлау тасаддүтіне түсті. Сонан кейін Тармаширинге қарсы қастиянлық шөлкемлестіріліп, Қорасан тарапке кетіп баратырған Тақуадар хан кеш жақынында ұслап өлтіріледі. Бұл бағалы мағлұматлар профессор Акбар Замановтың Орта әсірлер тарихи тұлғалар өмірінің айрым белгісіз бетлері кітабында келтірілген. Бузан дәслеп Жетісуда әмірлер тарапынан қоллап қуатланған болып, ол жерден Тармаширинге қарсы шығады. Ол ислам дініне сенсе де яхуди һәм христианларға қауындерлік еткен. Бузан Шығатай ұлысының пайтақтын Алмалыққа көшірген һәм ол жерде бір жылдан азырақ уақыт үкімдарлық етіп, өз сиясатында қауымлық моңғол тұрғақ сүйеклері уәкілдеріне, сондай-ақ сол уақытқа шейін мемлекеттің ірі қалаларында басқару, сондай-ақ лауазымларды иелеп алған ұйғыр буддистлер арасынан бір топар хәмелдарларға сүйенген. Бузан сияси жақтан жүдә қатаң болып, ясақ қағидаларын қайта енгізген. Сондай-ақ Бузан салтанатты жалғыз өзі басқаруға ұмтылып, династия уәкілдерін қырып таслау жолынан барған. Мәселен, Елшігадай әулетлары да Бузан тарапынан өлтірілген. Өз сиясатынан наразы болған әмірлерді хаттегі өз аталығында өлтірткен. Нәтижеде болса, бірқатар әмірлер Бузаннан наразы болып, оған қарсы көтерілістер баслаған. Муйниддин Натанзидің жазуынша Бузан өз әмірлері тарапынан өлтірілген һәм Алмалықтан онша ұзақ болмаған Харрор ауылындағы қабірстанға жерленген. Ондан кейін Шығатай ұлысының дуанының ақлығы Джеңши 1335 жылдың ақырынан 1338 жылдың соңына шейін басқарған. Джеңши католик миссионерлері һәм буддизм руханиларына басшылық еткен, және де хатте Алмалықтан Нестариян епископлығын ашқан. Сондай-ақ хүкімдар өзінің 7 жасар ұлының христиан болуына рұқсат берген һәм суға шомылдырған. Деректерде келтіруінше, қанның жайласу орны Алмалықта болып, ол шахмат ойнауды һәм де аң аулауды жақсы көрген, ал мемлекеттік істерге болса бүткілдей
бейпаруа болған. Сол себеплі тақт үшін оған қарсы інісі Есун Тимур басшылығында көтеріліс жүзеге келеді. Ақыр аяғында тақт үшін күресте Есун Тимур жеңіске ерседі. Дегенменен Есун Тимур дәуірінде де мемлекеттік саяси дүзім тек арғы тәртіпке салынбайды. Хукумдар хақында тарихшылар ағасын тақтан аударғаннан кейін ақылдан азады. Хатти оның ағасына қарсы қайраған деген сылтауменен анасына жазалауға шекем барған деген деректерді жазады. 1339 жылы тақтқа Октай әулетлерінен болған Али Сұлтан келеді. Али Сұлтан мұсылман хукумдар болып Шағатай ұлысының шығыс бөлімінде исламды тек арғы дін дәрежесіне алып шығуға харекет етеді. Оның дәуірінде көплеген буддизм һәм христиан дініндегі руханилер қудалауға, ямаса өлтіріледі. 1338-1339 жыллары Шағатай ұлысының шығыс бөлімінде оба тарқалып, хукумдар бұндан басқа діндегілерге қарсы күресті құрал сипатында пайдаланған. 1339 жылы Шағатай ұлысының шығыс бөлімінде тарқалған оба эпидемиясы жергілікті халық бұндай эпидемияларға қарсы күресудің зәрур іләжларыменен жетерлі дәрежеде таныс болғанлығы себеплі болса керек, бұл жерде ұзақ дауам етпейді. Бірақ бұл кеселік саяхатшылар, елшілер һәм каруанлар арқылы тарқалып, 1340 жыллардың екінші ярымында Европаға кең жайылады. Тазалық һәм санитариялық жұмыслар жақсы жолға қойылмаған үшін болса керек, бұл оба Европада жүді үлкен көлемдегі апатшылыққа себеп болады. Бұл эпидемия Европа тарихында қара өлім деп аталып, оның нәтижесінде Европа халқының 30-40% набыт болады. 1340 жылы терімізде Шағатай ұлысынан болған Мұхаммед ибн Пулат өзін хукумдар деп жариялаған. Көп өтпей ол ханлықтың шығыс бөлімлерінде иелеп алуға ерседі. Бұған 1341 жылы күтілмегенде Али Сұлтанның қайтыс болуы жол ашып береді. Бірақ Мұхаммедтің хукумдарлығы да ұзақ дауам етпейді. Һәм 1342 жылы оның орнына басқа хукумдар Халил тақтқа келеді. Халил дәслеп Хираттағы Құрт династиясы жәрдемінде Тараз жанындағы сауашта жеңіске ерсіп, империя пайтақты болған Шағатай ұлысының арқа бөлімінде өзіне бойсындырады. Халил хатте Қарақұм қаласына жүріс қылып, оны талап кейін қайтады. Халилдің басқару саясатында Тикарнан Терміз ханзадалары үлкен абырайға ие еді. Атап айтқанда, Тарамаширин дәуірінде Терміз найыбы сипатында қызмет еткен Алаул-Мулк Термізге Халилдің уәзірі етіп тайынланған еді. Халил Алаул-Мулкті алмалық иелегеннен кейін шығыс аймақлар найыбы етіп тайынлады. Бірақ көп өтпей Алаул-Мулк Халилге қарсы көтеріліс көтермекші екенлігі хақындағы хабарлар себеплі ол өлтіріледі. Бұл жағдай әсіресе мұсылман халықтың наразылығына себеп болады. Ибн Баттутаның жазуынша, Халил көп өтпей бір уақытлары өзіне жәрдем берген Гейрат хакімі Хусайын Құртқа қарсы атланыс жасайды. Һәм бұл атланыста жеңіліп қолға алынады. Сонан кейін тақтқа Шағатайзада Ясауир оғланның баласы Хазан хан отырады. 14 ғасырдың 40 жылларына келіп Жетісуда Дуғлат әмірлігінің жүзеге келуі әмелде Шағатай ұлысының тарқалып кетуінен орнына Мауреннахр әмірлігінің жүзеге келуіне түрткі болады. Шағатай ханларының соңғы уәкілдерінен бірі Хазан хан орайлық хан хакимиятының күш-құдіретін көтеріп, ішкі саясатта Кебек хан Тармаширин хан жолын тұтуға әрекет етті. Ол көшпелі әскерлерге қарсы күрес алып барып, Қашқадария ойпатлығында хатте оларға қарсы таянч ора етіп, Занжирсарай қорғанында қорған еді. Сондай-ақ 1345 жылы Хазан хан теңгелерінің Алмалы қаласында басылуы оның күші һәм тәсірі Шағатай ұлысының шығыс аймақларына да тарқалғанынан дерек береді. Хазан хан хакимияттың орайласуына қарсылық көрсеткен түрк-моңғол әмірлеріменен күреске кіріседі. Көтерілісші феодалардың басына келіп шығуы Қаушын руынан болған Амир Қазаған тұрған еді. Ол ашықтан ашық ханға қарсы шығады. Хан 1345 жылдың күзінде Әмутария жағасындағы Салсарай аймағында әскер жинайды. Дара-Изанга даласында екі тарептің әскерлері соғылғысады. Сауаш дауамында Амир Қазағанның көзіне
оқ тиеді. Нәтижеде Амир Қазаған жеңіліп, құбылаға шегінеді. Қазан хан болса дұшпанға қарсы жүрудің орнына қаршыға қайтып кетеді. Бірақ осы жылы Қашқадария ойпатлығында қыстың қатты келуі нәтижесінде Қазан хан әскерлеріндегі атлыларға қырғын келеді һәм көпшілік атлылардың пияда қалуы Қазан хан әскерінің әскери қабілетін төмендеткен. Бұнан пайдаланған Амир Қазаған Қазан ханға қарсы әскер тартып, екінші сауашта оны жеңеді. Қазан ханның өлтірілуі нәтижесінде Шағатай шаңырақ ағзаларының Мауреннахрдағы хукімдарлығы Амелде тамамланған. Олардың қолынан басқаруды алған амирлер хан шаңырағының уәкілдерін тек қана Шыңғыс хан руынан болғанлығы үшін атына ғана тақтқа отырғызған. Амир мемлекеттің басында тұрған һәм ол ұлыс әмірі деп аталған. Амир Қазаған енгізген Шағатай ханларының атына ғана хан деп тақтқа көтеру дәстүрі болса, осы дәуірден басылап өзбек мемлекетшілігі тарихында хан көтеру, жалған хан сияқты түсініктерді алып кірген. Амир Қазаған бірінші мәрте жалған хан сипатында Октай әулетінен болған данышманшыны тақтқа көтерген. Амир Қазаған данышманшаның тек бір нышан сипатында ғана атын айтпаса, Амир Қазаған оның мүлік һәм хазине істеріне араласуына жол қоймады. Бітнеші жауыз адамлар оның алдында сөйлеуге ауыз аша алмау үшін сенімлі уақия жазушыларды мүләзім һәм кешіктанлар атыменен ордасына, яғни қызметіне тайынлады. Құласы 2 жыл ішінде мемлекетте тұрақлылық орнатылып, бітнешілердің келуінен шариат кетіп, жамалықлар басылғаннан соң Амир Қазаған данышманшыға Октай қаған әулетінен деген айып тағып, оны шейіт етті һәм Шағатай әулетінен болған Баянқұлыны салтанат тақтына отырғызды. Данышманшының көрген білгелері оның да басына түсетұғынын аңлап, ол зәрурліктен заман мінезіне бейімлесті һәм салтанат кремінде Амир Қазаған менен Нәдім сияқлы нарт ойнады. Бұл екі ұлы инсанлардың бірігу хабары һәм Қазаханның әділігі себеплі мүлк һәм миллет істері соншелі беккен болды һәм үстін болды. Қасқар менен қой бір сулақтан су ішіп, дәруіш лашығы құтқару үйіне айланды. Зұлымлық аты һәм систем нышаны тұрмыс бетінен бүткілей жоғалды. Апуай адамлар һәм ұлылар, мүсәпірлер һәм тұрақлылар, үлкеннің де, кішінің де кеуілінде тұрмыс кәртішінен шағыну тозаңы қалмады һәм Анушервон әділігі хақындағы гүріңлер халқиятынан ұмтылды. Оның әділік өлшемі сондай жоғары дәрежеге жетті, ешбір әмір екі уәзір мал-мүліктен үсір салғы һәм рәсми капшурдан басқа ешбір ат екі ешбір сурет пенен, ешбір бендеден ешбір динар да ала алмас еді. Мысал етінде, егер жолаушылардың өтіп қону орны арслан ұясы һәм аждаһа қойнында жайласқан болса да, өз үйлері һәм құтқару бөлмесінен көре тынышырақ болар еді. Самалдан басқа ешбір жанзат Аллах бенделерінің есігінен өз басымшалық пенен кірмейтұғын еді. Осы бақал мағлұматлар өз кезегінде Муиниддин Натанзидің Мунтахаб Уттабаурхы Муини шығармасында келтіріледі. Амир Қазағанның өлімінен соң ұлы Абдулла тақты иелейді һәм пайтақты Самарқанға көшіреді. Абдулла ханның хакимияты ұзақ давам етпейді. Бұған бір қатар себеплер де бар еді. Соның ішінде тақтқа келген Амир Абдулла Баянқұлы ханды жетерлі себеплерсіз өлтіртіреді һәм оның орнына Тимуршах ханды тақтқа көтереді. Сонымен бірге көплеген Мауреннахр әмірлері Тикарнан Амир Қазағанның шақсы арқылы бірлескен болып, оның өлімі һәм Баянқұлы ханның өлтірілгені Мауреннахрды әмірлердің көтерілісіне себеп болады. Соның ішінде Сулдус қауымы жетекшісі Амир Баян Сулдус һәм Барлас руынан болған Амир Хажы Барлас басшылығындағы бір топар әмірлер көтеріліс көтеріп, Абдулланы өлтіреді. Бұл көтеріліс басқыншылықлар алып кетеді. Нәтижеде Мауреннахрде 1345-1346 жыллары Шағатай ұлысының батыс бөлімінде тақт үшін күреслер болып атырған уақытта, Шағатай ұлысының шығыс аймағында бұл жердегі реал күшті қараушы Дуғлат руы әмірлері дерлік қаресі сиясат жүргізе басылайды. Соның ішінде 1348 жылы Дуғлат руы әмірі Әмір Полатшы Ақсуды жасап атырған Шағатайзада Эмил Хожаның ұлы 16 жасар Тоғлық Тимурды Шағатай ұлысының шығыс бөліміне хүкімдар деп жариялайды. Бұның нәтижесінде Шағатай ұлысы рәсми түрде екіге бөлінеді.
Шығатай ұлысының тарихы апуайы келіспеушіліктер һәм hukmronliklar баяны емес. Ал хакимият һәм қарсылық, бархуллы тәртіп һәм тәртіпсізлік арасындағы тұрақсыз шекарада соқылғысқан баянат нәпесі. Бұл сондай бір әлем еді. Онда зұлымлық реформалар менен қатар жасап, халықтың сөзсіз азап ақыретлері, жалын сияқлы көтеріліслерді келтіріп шығаратығын еді. Махмуд Тараби хақындағы әңгіме болса тек қана көтеріліс жылнамасы емес, ал аяусыз күш арасында мәңгі қадір қымбатқа ұмтылудың нышаны. Ялабачылар әулады болса келісім, дипломатия, ақыл барасат, хатте ең мөрт тәртіплердің өмірін ұзайтуы мүмкін екенлігі хақында еслетіп тұрады. Шығатай ұлысының өзі яки жәннет, яки апатшылық емес еді, ал ол хакимият үшін, халық үшін, мемлекетшілік идеясының өзі үшін сынаққа айланған. Бұл тарих беттері тек қана өтміштің айнасы емес, оларда ескерту, сабақ һәм шақырық жәмленген. Себебі тарих ешқашан ұйқыламайды. Ол бақылайды һәм және оны тыңлар ма екен деп күтеді. Бұл жайхун жой бар еді. Бүгін біз сізге сөз еткен тема әлбетте сізге қызықлы болды деп ойлаймыз. Тереңнен ішіне тарта алдық деп ойлаймыз. Кейінгі саналарда көріскенше лайк басың, комментарий жазың һәм достарыңызға жіберіп қойың.